Жазушы соңғы жылдары өзі тұрған үйінде қазақтың көрнекті жазушысы, белгілі драматург, журналист Еркінбай Ақынқұловтың үйінде құрмет тақтасын орнатуға жиналып тұрмыз. Еркінбай Ақынқұловтың 83 жыл ғұмырында соңында 20-дан аса шығармалары қалды. Белгілі жазушы бірнеше жанрда қалам тартқан, Шәмші Қалдаяқов туралы жазған кітабы, Өзбекәлі Жәнібеков туралы жазған кітаптары барлығы халықтың жүрегінен орын алды деп есептейміз. Әсіресе менің есімде қалғаны Еркінбай Ақынқұлов Гүлнар жеңгемізбенен екі ұл бір қыз тәрбиелеп, содан 4 немере, 4 шөбере сүйген бақытты ата-ана болды. Отырар топырағында дүниеге келген жазушының сонау жастық шағында аты аңызға айналған композитор Шәмші Қалдаяқовпенен, академик Өмірзақ Айтбаевпенен бірге өткізген жастық шағы, студенттік жылдарында бірге пәтерде тұрғаны жайында кітабы халықтың жүрегінен орын тапты деп ойлаймын. Қазір енді соған жиналып тұрмыз. Еркінбай Ақынқұлов қазақ халқымен бірге жасай береді деп есептейміз. Очерктер, аудармалар жайлы айтыңызшы бір ауыз. Енді қарап шығуымыз жақсы. Рахмет. Жылы ұясы өзінің үйіне мына ескерткіш тақтан ашқалды. Құтты болсын. Ең бірінші біз мына Алматы қаласының әкімдігіне рахмет айтамыз. Неге олай? Өйткені Алматы қаласының әкімдігі биыл біздің 5 жазушымызға осы тақта шығуға мүмкіндік берді. Біздің өтінішімізді орындады жазушылар одағы. Сондықтан оларға көп рахмет айтамыз. Жалпы баяғы айтылып жүрген ақындар провинцияда туып, Парижде өледі деген сияқты, біздің қазақтың да ақын жазушылары, өнер адамдары ауылда туып Алматыға келетін. Анау 34 жылы жазушылар одағы құрылғаннан бері қазақтың жазушылар. Құрметті Алматы жұртшылығы, зиялы қауым өкілдері, бүгін сіздердің қуанышты ашыңыздар.